Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жасалуы оңай, жұмсақ, үгітілмелі ұйғыр самсасының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырына қажет заттар: ұн, сары май, ашытқы, тұз, жұмыртқа. Алдымен ұнымызға тұз, ашытқы, сары майымызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Содан кейін бір жұмыртқамызды, суымызды қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Салмамыз дайын болғанша қамырымызды тоңазытқышқа қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Фаршқа пияз, тұз, бұрыш, дәмдеуіш қосып араластырып дайындап қоямыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, өздеріңізге ыңғайлы домалақ бөліктерге немесе мен секілді видеодағыдай бөліктерге бөліп алу керек. Енді самсамызды түйуді бастаймыз. Осылай видеодағыдай етіп қолмен жайып, ішіне салмамызды саламыз. Екі шетін біріктіріп жабыстырып, сосын видеодағыдай етіп, астынан үстіне қарай бүгеміз. Қалғандарын да дәл солай біріктіріп, түйіп шығамыз. Самсамызды түйіп болғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағып, кунжут, мак сеуіп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Достар, самсамыз дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.